Сәлем достар, бүгін бізде ерекше, өзгеше дайындалатын пакетте духовкаға салып дайындайтын пловымызды дайындаймыз. Ол үшін мен кішкентай тауықты, цыпленок тауықты алып тураймын. Жақсылап турап аламыз. Қанаттарын кесіп, осылай тураймыз. Өздеріңіз ұнатпаған жерлеріңізді кесіп алып тастасаңыздар болады. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Етімізді турап болдық. Енді пиязымызбен айналысамыз. Пиязымызды турап аламыз. Пиязымыз турап болдық. Енді мен ашып дайындап қойған чесногымды тураймын. Чеснокты бүтін күйінде салсаңыздар да болады, турап салам десеңіздер де болады. Сондай бір керемет майдалап тураған жоқпын, осындай турай салдым, осылай турадым. Сәбізімізді тураймыз. Сәбізі мен осы бір орташа сәбізбен 2 дәу сәбіз алдым. Өздеріңіздің басатын күріштеріңізге байланысты пловтарыңыз қанша кило басасыздар, соған қарай сәбіздеріңізді аласыздар. Сәбізімізді турап болып қалдық. Сәбізімізді туратын заттарымыздың бәрін дайындап болдық. Енді күрішімізді дайындаймыз. Дәу пиялаймен 2,5 пиялай күріш салдым. Күрішімді жуып тазалаймын. Енді етімізді маринаттаймыз. 1 қасық тұзымды салып, осындай қалған көріне приправа бар еді, соны салдым. Және де қара бұрыш саламыз. Өз қалауларыңызша не қалайсыздар, соны салсаңыздар болады. Етімізді маринаттаймыз. Паприка салсаңыздар да болады. Мен паприка салайын дедім, етім кішкене қызарсын деп. Паприканы салып, үстінен 1 пиялайды толтырмай, жаңа күріш алған пиялаймен толтырмай, осылай май қойдым. Жақсылап араластырамыз.
біркелкі болып барлығы араласу керек. Май құйғаннан кейін осындай әдемі болып араласып жатыр. Осылай араластырып, енді бұны қоя тұрамыз. Осындай формамызды алып, пакетімізді дайындаймыз. Духовкаға арналған пакет дайындаймыз. Жуып тазалаған 2,5 пиала күрішімді салып, сәбізімді салам, турап дайындаған пиязбен қосып. Арасында мына пияз да жүр, чесногым да жүр арасында. Осылай бәрін саламыз. Үстіне үлкен қасықпен жарты қасық тұз салдым. Қанша күріш салдым, сонша пиалай су құямын. 2,5 пиалай су құйып жатырмын. Осылай енді араластырамыз. Аузын жақсы буып тұрып, үстіп араластырамыз. Өйткені біз сумен тұзымыз езіліп араласу керек. Күрішке тұз керек, білесіздер. Араластырып болдым. Мінекей суы да көрініп жатыр астында. Енді үстінен үстіп маринаттаған окорочкамызды саламыз. Түбіндегі майын қалдырмай құйып қоямыз. Пакеттің аузын жақсылап буып, пакеттің өзінің байлайтын жібі бар. Сумен жақсылап өткізіп байлаймыз. Жақсылап бекітіп байлаймыз. Менің қолым май болып отыр. Осылай. Жақсылап мені байладық. Енді пакетімізді ыңғайлап әдемілеп қоямыз. Үстінен тесік тесеміз. Ол міндетті түрде тесік. Бұл шығып тұру керек. Тесік тесеміз. Міне дайын болды пакетіміз. Алдын ала қызып тұрған 180-200 градуста духовкаға саламыз. 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттан кейін міне күрішіміз, пловымыз дайын. Өте керемет. Қандай етіміздің беті қандай әдемі піскен. Қазір бетін аударып көрсетемін. Міне қалай керемет болып пісіп тұр күрішіміз. Шашылып әдемі пісіп жатыр. Егер плов жасай алмаймын, пловым езіліп кете береді десеңіздер, осылай жасасаңыздар өте керемет. Пловыңыз қандай шашылып түсіп, уайымдамайсыз ешқандай да. Әсіресе бір кішкене қонаққа плов жасай салым керек еді деген кезде осылай саласаңыз уақытыңызда үнем болады. Өте керемет. 1 сағаттың ішінде дайын болған пловымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған дәмді ас каналы. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі қызықты рецептерді жіберіп алмаңыздар.